Баршаңызға сәлем, құрметлерім, сіздермен Динара. Бүгін мен сіздермен сорпа рецептімен бөлісемін. Сорпа қарапайым ингредиенттерден тұрады, бірақ ол өте дәмді болып шығады. Тек бір ингредиент сорпаға ерекше дәм береді. Қандай ингредиент деп ойлайсыз? Видеоны көргеннен кейін пікіріңізбен комментарийде бөлісіңіз. Тауық етін терең ыдысқа салып, су құйып, газ плитаға қойғаннан кейін қайнатып аламын. Суы қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып, тұз қосып, баяу отта пісіремін. Ал сорпаға қосатын қосымша ингредиенттер ол туралған пияз, үкіштен өткізілген сәбіз, блендердан өткізілген тәтті бұрыш, қабығы аршылған және туралған қызанақ, бұршақтар, ысталған паприка, қуырғанға сары май және күнбағыс майы, лавр жапырағы және қара бұрыш. Аталған ингредиенттерді қуыру үшін терең ыдысқа сары май салып, күнбағыс майын құйып, қыздырып аламын. Май қызғаннан кейін майдың бетіне пияз саламын. Пиязды қызарғанша қуырып аламын. Сәбізді салғаннан кейін майдың түсі қызыл болғанша қуырамын. Шамамен 5-10 минут уақыт кетеді. Барлық ингредиенттерді орташа отта қуырамын. Қуыру кезінде жиі араластыру керек. Тәтті бұрышты шамамен 5-10 минут қуырып аламын. Ал қызанақты қосқаннан кейін бетіне дәмдеуіштерді, тұз және лавр жапырағын қосып, су тартылғанша қуырамын. Тауықтың еті дайын, шамамен 1 сағаттай пісіріп алдым. Етті кейін сорпаға қосу үшін сүйектен ажыратып, турап қоямын. Ал сорпаға қоспаны қосып, дайын болғанша пісіремін.
Дайын болған сорпаға консервіленген бұршақтарды және туралған етті қосып араластырып аламын. Шамамен дайын массаны 5 минуттай қайнатып өшіремін. Ең соңында сорпаға 20% клей қосамын. Мінекей, дәмі ерекше сорпа дайын. Сіздерге ұсынған сорпа рецептін қолданып көріңіз. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.